Ассаламағалейкум, құрметті көрермендер. Бүгін біз үйде донер пісірейін деп жатырмыз. Жаңа магазиннен, яғни дүкенге барып, керек нәрселердің бәрін алып келдік. Окорочка, майонез, кетчуп, және мынандай бұрыш. Мына жерде лаваш, және помидор, қияр. Бәрі 2000 теңге болды осының бәрі. Қазір осылардан бұйыртса донер жасайтын боламыз. Картошка өзімізде үйде болған, картошка керек. Мына біз картошканы ашып болдық. Және қазір оны теркадан өткізетін боламыз. Теркадан өткізіп, майға қуырып, фри жасайтын боламыз. Арнадан ауыспаңыздар, қазір көрсететін боламыз қалай шыққанын. Құрметті көрермендер, біздің картошкамыз дайын. Қазір майға қуыратын боламыз. Бисмилла. Қазір сарғайғанша күтеміз. Сарғайғаннан кейін майдан алатын боламыз. Бұйыртса біздің фриіміз дайын болды. Енді екінші партиясы бар. Екінші партиясын саламыз қазір. Мына бұйыртса біз қауық етін қуырып жатырмыз. Окорочка, яғни мынаны шаңғышып жүрген. Біздің фриіміз дайын болды. Енді қалған осы окорочка піссе, сосын бұйыртса лавашымызды орайтын боламыз. Помидорды және қиярды өстіп сақтап турап аламыз. Бұл жерде 3 помидор және 4 кішкентай қияр керек. Біз лавашымыз осындай. Бұның бәрін сковородкаға пісіретін боламыз.
Себебі бізде донер пісіретін аппарат жоқ. Сол себепті жаңағы тауықтың еті қуырылып жатқан сковородкаға донерімізді пісіреміз. Арнадан ауыспаңыздар. Қазір пісіру процесінде видеоға түсіріп көрсететін боламыз. Бұйыртса біздің барлық ингредиенттер дайын. Біз және ішіне керек заттар салып орап жатырмыз. Кетчуп, 3 желания майонезі, және фри алдында дайындап алған. Қияр, кейбір жақта бұны бәдіре дейді екен. Және қызанақ, помидор. Және сүйекті тауықтың еті, окрашка. Кетчуп, майонез. Орай. Екі донеріміз дайын. Және үшінші лаваш. Бір салапанда үш-ақ лаваш шықты. Мен жаңа санағанда 4-еу сияқты болған. Бірақ 3-еу екен. Біз сковородканың ішінде қалған майларды құрғатып жатырмыз. Және қазір пісіретін боламыз. Құдай қаласа. Алғашқы донеріміз дайын. Дайын болған сковородкаға салынды. Енді сковородканың қызғанын күтеміз. Үстінен басып тұрып пісіреміз. Бір жағы піскеннен кейін келесі жағын аударып пісіретін боламыз. Бірінші жағы пісті. Енді біз екінші жағын пісіретін боламыз. Тұрындырымыздай сарғайды. Осылай қалғандарын пісіреміз. Біздің алғашқы донеріміз дайын. Мына жағы да сарғайды. Және осылай қалғандарын пісіре беретін боламыз. Біздің донеріміз дайын. Золотой кольцо. Және мынандай коланың кружкалары. Және бұрыш. Кто любит острые ощущения, деп қоясың ғой. Видеоны лайк басып, арнаға жазылып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Бәріңізге ас дәмді болсын. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.